Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін кілегейден дайындалатын кремнің рецептін ұсынғым келіп отыр. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ол үшін салқын кілегей қажет және қант ұнтағы қажет. Және салқын кілегейді біз миксердің жай жылдамдығынан бастап біртіндеп қоса отырып миксерлейміз. Және оның үстіне қант ұнтағын біртіндеп қоса отырып жақсылап араластырамыз. Біздің крем қою болғанша тоқтатпай араластыра берулеріңіз қажет. Міне менде осындай қою крем шықты, өте қою болып шығады. Осындай болуы қажет негізі. Біз кремнің қалай болғанын көру үшін алдымен кондитерлі мешокқа насадка саламыз және оның үстіне кремді салып, қазір біз формасын көретін боламыз. Енді осындай бір бұрышын қайшымен кесесіздер, осылай насадка шығып тұруы қажет. Қазір бірге көрейік, бізде қандай қою крем шыққанын тамашалайық. Видеода көргендеріңіздей біздің крем өзінің формасын керемет ұстап тұр. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте керемет болып шығады, сіздер де жасап көріңіздер.